сабақтың тақырыбы рационал теңсіздік, интервалдар әдісі тақырыбын қайталау. Сабақ мақсаты рационал теңсіздіктерді интервал әдісімен шешуді үйрену. Тақырып қайталау болғандықтан бірден есеп шығаруға көшейік. Номер 19-12-нің біріншісі. 3х қосу 2 бөлінген х квадрат қосу х минус 2 кіші минус 1-ден. Теңсіздіктің оң жағы 0-ге тең болу керек. Сондықтан да минус 1-ді теңсіздіктің сол жақ бөлігіне көшірейік. Плюс 1 болып. Сол жақ бөлігінде бөлшек және натурал сан тұр. Екеуін біріктіру үшін ортақ бөлімін табайық. Ортақ бөлімі х квадрат қосу х минус 2. Бірдің толықтауыш көбейткішін жазамыз. Біріктірейік. Бөлшектің алымы 3х қосу 2, қосу жақшаның ішінде х квадрат қосу х минус 2. Жақшаның алдында плюс болғандықтан, бұл жақшаны жазбасақ та болады. Себебі жақшаның ішіндегі таңбалар өзгермейді. Бөлшектің алымын ықшамдайық. Ол үшін айнымалының дәрежесі үлкенінен бастаймыз. Ең үлкен х квадрат. Оған ұқсас қосылғыш жоқ. Сондықтан оны қалдырамыз. Келесі 3х пен х-ті біріктірсек 4х. Және 2 мен минус 2 жойылады. Бізде рационал теңсіздік шықты. Осы рационал теңсіздікті шешеміз. Өткен сабақта айтылған болатын. Алдымен біз оны 0-ге теңестіру керекпіз. Содан кейін бөлшектің алымын және бөлімін жеке-жеке 0-ге теңестіріп, түбірлерін табамыз. х квадрат қосу 4х тең 0. Х квадрат қосу х минус 2 тең 0. Бірінші теңдеу толымсыз квадрат теңдеу. Бос мүше 0-ге тең. Сондықтан да ортақ көбейткіш х-ті жақшаның сыртына шығарайық. 2 көбейткіш пайда болды. Х және х қосу 4. Әр көбейткішті 0-ге теңестіреміз. Х тең 0. Х қосу 4 тең 0. Х тең минус 4. 0 және минус 4 деген түбірлер шықты. Екінші теңдеуге көшеміз. Оны дискриминантын есептейік алдымен. Дискриминант 9-ға тең. Ал 9-дың квадрат түбірі 3. Түбірлерін табайық. Екі түбір шықты, 1 және минус 2. Барлығы 4 сан, сондықтан да координаталық түзуде 4 нүкте белгіленеді. 4 нүктенің іші боялмайды, себебі теңсіздік қатаң. Ең кіші сан минус 4. Содан кейін өсу ретімен таба бастайық. Минус 2, 0, 1. Теңсіздіктің алымында да бөлімінде де квадрат үш мүшелері орналасқан. Бірінші коэффициенті плюс таңбаға ие. Сондықтан да
оң жақ аралық бөлігінен біз плюс таңбаға ие екенін білеміз. Келесі аралықтарда таңбалар ауысады. Себебі түбірлердің мәндері бір-бірден кездеседі. Келесі таңба минус, плюс, минус, плюс. Соңғы теңсіздік осы болған еді. Ал оның таңбасы кіші. Кіші кезде біз минус аралықтарды штрихтауымыз қажет. Минус аралық, минус 4-тен минус 2-ге дейін, және 0-ден 1-ге дейін. Штрихталған бөлікті сан аралық арқылы жазайық. Минус 4-тен минус 2-ге дейін, 1-ге де 0-ден 1-ге дейін. Өздік жұмысы. Номер 19-12, 2-ші, 3-ші, 7-ші тапсырмалар.